Еңбекті қорғау – бұл жұмыс кезінде жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғау процесі. Еңбекті қорғау әлеуметтік, санитарлық, гигиеналық, емдік, профилактикалық және оңалту сияқты бірқатар негізгі шараларды. Сондықтан да бұл диафильм еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторы жайында болмақ. Қызметтің осы бағытын іске асыру мақсатында Жезқазған технология және сервис колледжі қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы Бердалин Сәбит Макибасұлына зор үміттерін артады. Жезқазған технология және сервис колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тарихы 1955 жылдан бастау алады. Колледж құрылыстық училищеден колледжге дейін ауысты. Жарты ғасырлық тарихы бар бұл колледж Жезқазған Ұлытау өңірінің қызмет көрсету, сервис және өндіріс салалары үшін жұмысшы кадрларды дайындайды. Колледждің техникалық инспекторының жұмысының арқасында осы білім беру мекемесінде көптеген жылдар бойы жұмыс орындарында кәсіби аурулар мен жазатайым оқиғалардың бірден-бір жағдайы тіркелген жоқ. Сондықтан дәл осы көрсеткішті техникалық инспектордың колледж басшылығы мен кәсіподақ комитетінің әлеуметтік серіктестерімен жемісті ынтымақтастығы нәтижесінде қол жеткізілетін еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектор қызметі тиімділігінің негізгі өлшемі деп есептеу керек. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі бағыттардың бірі білім беру ұйымдарында еңбекті қорғау жағдайын ішкі бақылауды құру және тиімділігін арттыру, өндірістік жарақаттанудың алдын алу, жұмыс берушілердің еңбек заңнамасының бұзушылықтарын анықтау бойынша жұмыс болып табылады. Студенттерді өндірістік практикада оқытуды қоғамдық тапсырыспен үйлестіретін Сәбит Макибасұлының жұмысындағы негізгі сәттер жұмыскерлермен, студенттермен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша нұсқама жүргізу, асханада қауіпсіздік техникасының сақталуын бақылау, жұмыскерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғаныш құралдарымен уақытылы қамтамасыз ету болып табылады. Сәбит Макибасұлы қызметкерлермен жеке және де топпен де қауіпсіздік техникасы бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізеді. Заңнамаларда болған өзгерістер туралы ақпараттар таратып, және пандемия уақытында қатаң сақтайтын шаралар туралы жиналыстарды өткізіп отырады. Өндірістік оқыту шеберханаларының жұмыстарын өзі қадағалап, техника қауіпсіздігінің сақталуын өндірістік оқу шеберлерінен қатаң түрде талап етіп отырады. Ережеде қажетті білімі мен іскерлігі бар, өзінің іскерлік қасиеттері бойынша жұмыс беруші мен оның өкілдерінің білім беру ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға қабілетті адамдар еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспектор бола алады деп көрсетілуі кездейсоқ емес. Мен Сәбит Макибасұлы Жезқазған технология және сервис колледжінде техникалық инспектор міндетін атқарамын. Негізгі міндетім кәсіподақ мүшелерінің пайдалы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау.
Сонымен қатар кәсіподақ органдарына жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау заңнамасын қадағалауына қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға кәсіподақтардың құқықтарын орындауға жәрдемдесемін. Өз қызметімді орындауда еңбекті қорғау туралы заңнамаға жүгінемін. Ұжымдық шарт міндеттерін орындалуын бақылап отырамын. Менің қызметімнің маңыздылығы және де басты мақсаты колледждегі қызметкерлерге пайдалы және қауіпсіз еңбек жағдайын жасау. Сыртқы және ішкі әсер етуші факторларды ескере отырып, ұжымның қауіпсіз жұмыс жасауын қадағалаймын. Бұл қызмет түрі кез келген оқу орындары үшін қажетті және сұранысқа ие болу керек деп ойлаймын. Колледждегі әріптестерім жұмысқа келген кезде өздерінің жайлы әрі қауіпсіз ортада сезінулерімен мен үшін үлкен қуаныш әрі өзімнің жұмысымның нәтижелі жетістіктері деп сенемін. Үздік техникалық инспектор конкурсын өткізу білім беру ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың кепілі ретінде техникалық инспектордың қажеттілігі мен құндылығын кезекті рет көрсетіп қана қоймай, техникалық инспектордың мәртебесін арттыру қажеттігіне назар аударады.